оқығанымыз тарихтың жай ғана ғылым емес екенін, оны идеология екенін ұқтырған қуанышты. Сондықтан Қазақстан тарихына оқулығына жай ғана ресурс деп қарамау керек. Бағана 80 айтылғандай бірыңғай оқулық керек. Екінші мәселе, Асхат Қанатұлы 2020 жылы наурыз айында Алматыда тарихшы ғалымдармен жиналғанда мен де қатысқан едім, шақырған едім. Сол кезде біраз ұсыныс айтып едім. Бүгін Қабылдинов мырзаның жаңағы 7 томдығын көріп отырып, сол кездегі айтқан ұсыныстарым сол жерде қалғанын көзім жетті. Білесіздер, мынау біздің орта ғасыр тарихы Грош ұлысының ізімен кетіп қалдық. Шағатай ордасы, одан кейін Моғолстан мемлекет құрылды. Моғолстан мемлекетінің жерінде қазақ хандығының туы тігілді. Қазір ол өңірде Түркістан облысы, Алматы, Жамбыл облыстарында Қазақстан халқының 45% тұрады. Сол Қазақстан тарихында тек қана қазір 7 сыныпта бір параграф, 2 бет. 10 сыныпта 2 қатар. Соның салдары біздің 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс тарихында мынау Мырзашөл қазақтарының көтерілісі кірмей қалды. Мына Жизақта үлкен көтеріліс болған, Жизақтағы көтерілістің қозғаушы күші Мырзашөлдік қазақтар еді, көшпелі қазақтар, Шыңғырған, Париж деген таулар бар. Сол өкінішке қарай ол архивтің бар дейді, Жизақ пен Ташкент архивтерінде жатыр. Бұл біздің оқулыққа кірмей қалды. Енді екінші мәселе, тағы бір айта салайын, жаңа далада оқулықта айтып жатыр ғой, 2017 жылы шыққан әлгі рухани жаңғыру бағдарламасында керемет не бар еді, ұлттық кодты оятып тұрады. Ол жаңағы аспан астында тарих орындарда, музейлерде сабақ өту. Мен сондай әрекет жасадым, бірақ оған қаржы қарастырылмаған, оқушыларды тасу өте қиын. Үшінші мәселе мына өлкетану. Жаңағы біз ежелгі Рим тарихын білеміз, үнді тарихын білеміз, бірақ өзіміздің ауылымызда төбенің астында не жатқанын білмейміз. Сондықтан бүгін әңгіме болғандай, өлкетануды 5-6 сағаттар 20 сағат өте аз, 5-9 сыныптарда 1 сағат кемі жасау керек. Сонда ғана біз нағыз патриот тәрбие аламыз. Рахмет.